Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Қыстың қамын жаз ойла дегендей, бүгін түрлі түсті бұрыштардан қысқа сақтайтын боламыз. Бізге керегі қызыл, сары, көк, қызыл бұрыштар, гинза. Осыларды енді турап алатын боламыз. Бұл барлық тағамдарға қоса берулеріңізге болады. Сұйық тағамдарға да, ламынға да қосуға жақсы. Дәл осылай турап барлығын қызылды да, сарыны да, жасылды да барлығын осылай турап аламыз. Қалауларыңызша турап алсаңыздар болады. Мен үлкен қылып тураған жоқпын. 4 бұрыштап турап алдым барлығын. Ал міне мен барлық тәтті бұрыштарды турап алдым. Светлой барлығы. Енді селдері мен гинзаны да турап алып, соған салатын боламыз. Тамаққа өте дәмді, ерекше дәм береді. Міне барлығын турап ыдысымызға салып аламыз. Міне енді бұны бір араластырып жібереміз де пакеттерімізге салып, морозилкаға сақтап қоямыз. Қыстың кезінде бір пакетті алып, тамақтарға сала берулеріңізге болады. Міне мен дәл осындай пакеттерді таңдап алдым, аузы жабылады. Міне дәл осылай барлық пакетке салып шықтым. Міне жаба саламыз. Дайын болды. Оңай. Дәл осылай жасап қойыңыздар. Қыстың күні мұндай бұрыштар өте қымбат болып кетеді. Кейде аламыз, кейде ала алмай қаламыз, болмай қалуы да мүмкін. Соның үшін жазда дәл осылай қойсаңыздар, қалаған кез келген тамақтарыңызға салып, дәмін кіргізуге болады тамақтың. Ал міне барлығы менде дайын болды. Міне осынша бұрыштардан менде 5 пакет шықты. Енді дәл осыны морозилкаға салып қоя саламыз. Осымен дайын.